Добрый день, осы видеоны көріп отырған әрбір адамға сәлем жолдаймын. Жаратқан иек Юраны видео жазуға шабыттандырды. Өмірі туралы куәлік, ал іс жүзінде оның бүкіл өмірі рухани күрес. Міне. Оның бала кезінен бастап өте ауыр өмірі, ол бәрін айтып береді. Жалпы оған түбегейлі рулық қалай келді? Қарғыс оның өміріне қалай шайтандар кірді? Иә, Иса Мәсіх қалай келді және оның өмірі өзгере бастады және әртүрлі сенушілер бар. Адамдар, олардың тағдырлары әртүрлі. Міне, кейбір адамдар жай ғана өкініп, Иса Мәсіхті өздерінің құдайы ретінде қабылдайды. Олардың шіркеудегі өмірі тегіс және оңай өтеді. Бірақ басқа адамдар да бар. Рухани қарсы тұратын адамдар бар. Міне, шайтандарға, жын-перлерге. Просто так и духовный мир не отпускает по тем или иным причинам. Міне, Юрада куәландырғысы келеді. Шығудың жолы бар. Осындай адамдар үшін міне не істеу керек, күресу керек. Құдайға жүгіну керек және Құдай міндетті түрде жанасады және босатады және бұл видеода видео куәлігі болады. Юра үшін қалай дұға етеді, одан жындар шығады. Міне, белгілі бір нәрселер орындалады. Иса Мәсіхтің есімімен жеңістер, сондықтан сізге жағымды көрініс тілеймін және Юра қазір өз өмірі туралы айтып береді. Сәлем, қаралым. Міне, қалай болса да, мен мұның Құдайдың даңқы үшін жазылғанын айтқым келеді. Біріншіден, екіншіден азаттық іздейтін адамдар үшін, яғни кейбіреулер үшін бұл түсініксіз болуы мүмкін. Кейбіреулер үшін қызық емес, ал кейбіреулер үшін бұл даулы тақырып болады. Бірақ кім болған немесе кім бар? Осындай жағдайда одан шық, одан зұлым рух шық, оны таста. Және оны қалдыр, оны Исаның қаны сенің қарсы, оны Иса Мәсіхтің есімімен қалдыр. Одан Исаның есімімен кет, шайтан кет, одан кет, Исаның атымен сен қайдасың? Сен қайда тығылдың? Исаның атымен шүберектерді таңда, одан Исаның атымен кет, оны қалдыр. Опа, не болды? Не, жаңалық Исаның атымен. Исаның атымен одан жаршы, одан шық, ұстап тұр одан. Одан азат етуіңізді сұрайын. Саған даңқ киелі рух олар мұны. Түсінеді және олардың азаттығын іздейтін адамдар бар. Оларды ешкім түсінбейді, оларға ешкім көмектесе алмайды. Ондай адамдар бар. Міне бұл олар үшін ең ықтимал куәлік. Иса Мәсіхте шығу жолы бар, жеңіс бар, яғни христиандарда бар. Үлкен мұқтаждық жай ғана ол бар, бұл факт сияқты. Ондай проблема бар, ол туралы аз айтылады осындайдан өтетін адамда. Рухани күресті жылдар бойы қандайда бір күрделі жан дүниесі рухани жағдайы шалыспаса да адам жеңе алмайды және оған шіркеуде қарағандай қарайды. Ну, онымен бірдеңе дұрыс емес, бірақ көмектесе алмайды. Кейбіреулері жындыханаға түсіп қалады, бірақ көмектесуге де болады әрине. Шығу жолы бар және бұл шығу жолы туралы бізде айтамыз. Ну, айтшы, сеніңше қалай? Балалық шағың рухани әлеммен қалай бетпе-бет келдің? Мен рухани әлеммен бетпе-бет келдім. Міне, мен қалай бар, солай айтайын. Сенгілерің келсе сеніңдер, келмесе өз еріктерің. Мәселе мынада. Алыс туысқан, менің алыс туысқаным ақ гвардияшыл атаман болған және осы оқиғалар кезінде Қызылақтардың бұл қақтығысының революциясы қиыр шығыста, яғни ол атаман болды, ол казак болды.
Казактар шашкалармен оңға және солға шабады, адамдарды шабады және басқа нәрселермен қатар бұл өте талғампаз садизм болды. Міне оның есімі, ол шын мәнінде қиыр шығыста сол кезде болған есім. Міне ол. Ол кімді басқарды, ол жерде кімді басқарды. Міне бұл да жалпы есім болды. Яғни ол жақта. Мен бұл туралы білгенімде. Маған алдымен иеміз Иса Мәсіхке келгенімде аян берді, мен азаттық іздедім. Мен өзімнің еркін емес екенімді түсіндім. Ал маған шіркеуде юра мәсіхшілерде шайтан жоқ деді. Қалай болды? Менде. Түсініктердің қақтығысы болды. Яғни мен христианмын, мен Иса Мәсіхті жақсы көремін. Мен оны қабылдадым. Мен өкіндім. Менің өмірім шынымен өзгерді, бірақ іштей әлі де бар. Бұл ішкі күрес, тұрақты дауыстар, қандай да бір қорқынышты жағдай болды. Есімнен адасамын ба деп ойладым. Жай ғана жындардың бәрі шабуылдай бастады. Міне, мен Құдайдан жауап іздедім және маған Господь бірте-бірте, яғни менің азат ету жолым 20 жылдан астам уақытты алды және негізінен мен қазір осы жолдамын. Міне, бірақ мен Құдайдан жауап іздегенімде менің туысым Ялу және ол осындай істер жасады. Ол жерде жай ғана қатыгез садизм бұрмалануы және бәрі қанға боялған, жай ғана көлем ретінде мен бұл суретті қалай алдым. Ақпаратты, иә, соншалықты көлемді және менің ойымша ол жерде кім, ол жерде не, ол жерде қалай, бұл қалай болуы мүмкін еді. Мен тіпті түсіне алмадым. Содан кейін шындығында бірнеше жылдан кейін маған туған ағам жай ғана қоңырау шалып, телефонмен айтты, осындай жерде тұрып. Сәл көңілді күйге, әңгімешіл, және міне ол айтты, біздің әулетімізде осындай адам болған. Ақ гвардияшыл атаман, және мен түсініп, бұл тақырыпты зерттей бастаған кезде интернетте ол туралы видео іздей бастадым. Жақсы, шынымен де басымда шашым қозғалды. Мүмкін, шынымен де қорқынышты болды. Яғни сен қазір рулық қарғыс туралы айтып жатырсың. Иә, содан жарықтандыру жолы оған әкеледі. Қасиетті рухтың майлауының көбірек қозғалысы. Сол сияқты арамдау жолы да көбірек арамдауға әкеледі. Яғни егер ұзақ және жалықтыратын балшықты алмасаң, онда сен бүкілдей лас боласың. Және адам көбірек арамдаған кезде жындар осы өмірге келеді. Содан кейін олар жай ғана рулық желілермен жүреді және жартылай. Яғни жындар үшін негіз керек. Олар жай ғана келмейді. Тіпті шайтандар да өз қалауымен, егер олар бірдеңе істемесе, немесе бірдеңені құрбандыққа шалмаса, жындарды ала алмайды. Бірдеңені құрбандыққа шалады. Яғни бұл рухани заң, бұл қалай десем де шайтан күшіне немесе киелі рух күшіне ие болу. Бірақ киелі рухтың күшін біз біріншіден құрбандық арқылы аламыз. Иса Мәсіхтің, екіншіден біздің тазаруымыздың арқасында, яғни күнәні жеңудің тазару жолы киелі тазарады. Хом, сіз міне осы қағидалар жарайды. Бұл рухани қағидалар. Сен туыстарының ешқайсында балалары жоқ дедің бе? Ерлер жағынан? Жоқ, бұл мен туралы емес. Бұл мен, иә, бұл мен осы мәселені зерттеген кезде, және ютубеде мен бұл туралы айтылған роликті кездестірдім. Атаман, және сол жерде комментарийлерде бір адам жазды. Егер тапсам, осы комментарийді тікелей осы куәлікке қосамын. Бұл ойдан шығарылған деп, және адам біз осы адамның туыстарымыз, және біз әлі күнге дейін осыны көтеріп жүрміз деп жазды. Қарғысты өзімізге, және ол тағы да мен ешкімге шағымым жоқ. Өзім түсінемін. Бұл бәрі қалай десем де рухани заңды қандай сөздермен жазғанын есімде жоқ. Яғни ол күшті игілікпен қабылдап, ештеңені өзгерте алмаймын деп жазды. Мен оған сол жерде, сол роликтің астындағы тубада комментарий жаздым. Сізде не болды? Сіздің руыңызбен, сіздің туыстарыңызбен не болды деп ол. Маған ер адамның ұрпағында бала жоқ, және бәрі қатерлі ісіктен өледі деп жауап берді. Маған да солай деп жазды. Яғни ол адам маған да бала жоқ деп жазды. Мен оған Иса Мәсіхте жол бар, тәубеге келіңіз, Иса Мәсіхке жүгініңіз деп жауап бердім. Бұған ол ештеңе жауап бермеді. Яғни тіпті сенбейтін адамдар да
Осы рудан олар осы рухани қағиданы түсінеді. Христиандар түсінбейтіні маған таңқаларлық, егер тіпті ресми медицинада тұқым қуалайтын аурулар бар дейді. Яғни бұл бәріне түсінікті. Егер әжесі қант диабетімен ауырса, анасы ауырды және балалары ауырады. Бұл сәйкесінше дін бұзылған. Иә және бәрі иә, яғни қағидалар бар. Рухани заңдар және осылай болды. Сондықтан осы біздің тұқымға келген осы жын-шайтандар ал желі бойынша сонда 7-ші су онда. Кеселде, бірақ соған қарамастан бұл қандай да бір туыстық байланыстар, иә, олар маған кірді, оны қалды. Исаның атымен көздер музыканы күтті. Исаның атымен оның көзін қалды. Одан кет, одан қалды. Оны қалдыр, оның қаны кетті есіммен. Исаның музыкасы оны қалдыр, саған даңқ, әулие даңқ, кетті. Кетті, жүгіріп кетті, одан иемінің атымен. Иса одан кетіп кетті. Одан кетшіп, Исаның атымен кетті. Кетті, оны қалдыр, Исаның қанымен, оны қалдыр, Исаның қаны, одан алды, одан оның қаны. Иса одан шық, Исаның атымен. Мәсіхтің музыкасы, одан қуып шығу. Оның қаны Иса саған қарсымен, оны қалдыра алмаймын, кет Исаның атымен, сол есім. Саған музыка, кет, музыканың атымен. Иса одан шық, оның көзіне тиіспе, одан шық, тиіспе. Тиіспе, одан шық, Исаның атымен, Иса бұйырамын. Саған оның көзін қалдыр, оның көзін, Иса Мәсіхтің атымен қалдыр оның көзін. Оның көзін қалдыр, саған айтамын, оның көзін Исаның атымен қалдыр. Мәсіх оның көзін қалдыр, қолды көзден ал, қолды ал. Исаның атымен ал, бұйырамын, саған қолды көзден ал. Қолды ал, қолды, Исаның қаны ал, қолды ал. Көзді аш, қолды ал, Исаның атымен бер, балалық шақта міне. Міне балалық шақтағы дүрбелең, балалық шақта, ия трагедия айтыңызшы, жарайды, мен Отко мырза маған қалай түсіндіргенін айтайын, ия үшін.
Қайта кіру үшін қандай да бір себеп болу керек еді. Қандай да бір себеп кімді қаласа соны кіргізе бермейді, яғни олар жол дайындайды, неге таңдау маған түсті, немесе бұл қандай да бір кездейсоқтық па, бірақ солай болды, олар қалай алды. Заңды құқық көруге бұл менің қалай көретінім, анам Юрава. Балгерге бармаңыз, Мыстанға ол жерде ештеңе жақсы жоқ. Балгерге өз қарындасымен барды, және бұл балгер оның туған қарындасына сен жас өлесің деді, ал анасына айтты сен боласың. Балаларды жалғыз тәрбиелеу деген сияқты. Осыдан кейін анамның туған қарындасы рак ауруына шалдығып, бірнеше айдың ішінде тез қайтыс болды. Ал менің анамның сәйкесінше, әкем оның күйеуі шахтада қаза тапты, үстіне құлады. Жыныс, егер кімде кім шахта ісімен байланысты болса, менің не туралы айтып тұрғанымды түсінеді. Жыныс шахтадағы көмір емес, бұл жыныс минерал деп аталады. Міне, бір кесе құлап, басын жаншып кетті, және фотосуретте жерлеуде оны қайдағы бір жерде қалай жинағаны, фотосуреттен басының қалай езіліп қалғаны көрініп тұр. Неше жаста едің? Мен шамамен 4 жаста едім. Нақты есімде жоқ, бірақ бұл ауыр оқиғаларды еске түсіргенді ұнатпайды ғой. Айтуға, бұл ауырға тиюге. Бірақ мен босауды іздегендіктен жауап іздеуге мәжбүр болдым. Және мен іздедім, дұға қылдым, Құдайдан сұрадым. Сонда Құдай маған осы нәрселерді көрсете бастады. Міне, әкемді әкелгенін көрдім, яғни мен кішкентаймын, әлі ақыл есім кірмеген. Әкемді қарсы алуға жүгіріп шығып қуанамын. Бір кезде мен жүгіріп шықтым, сонда оны осындай күйде көрдім. Міне, шайтандар көз арқылы кірді, яғни менде бірден қиғаштық пайда болды. Яғни кім біледі, көздер екі жаққа қарай ажырайды. Міне, қиғаштық және көру қабілеті нашарлады. Міне, нашарлады, бірақ қызығы сол. Содан бері мен ешқашан қалыпты көрген жоқпын. Яғни менде шағын минус болды. Мен қалыпты көрген жоқпын. Маған үлкен минус қойды. Мен көре бастадым, бірақ менің көздерім ауыра бастады. Яғни маған көзілдірікті іріктеу мүмкін болмады, және мен әрқашан көре алатын нәрсенің 50% ғана көрдім. Көре алдым, яғни бұл менің балалық шағымнан басталды. Менде көру қабілетіне, қиғаштыққа байланысты мәселе болды. Содан кейін операция жасалды, және міне, шайтандар көз арқылы кірді, және менің біз бүгін соқыр рух екенін білеміз, дұрыс па? Біз бүгін нақты білеміз. Бұл мүмкін емес. Бүгін біз дәл түсінеміз. Өйткені рухани практика бар. Әкесін әкелгенде аулаға жатқызды. Сен мұны көрдің, және саған жын кірді. Яғни бұл болады. Яғни жындар балаларды таңдамайды. Бұл ересектер, олар жай ғана кіреді. Негіз бар еді. Сенің өмірің қалай өркендеді? Не болды? Балалық шақта бәрі қалыпты деп саналады, тіпті адамдар болады. Қалыпты емес отбасында өмір сүреді. Олар үшін бұл қалыпты жайлы жағдай, өйткені олар солай өмір сүреді. Яғни мен түсінбеймін. Мүмкін мен басқа балалар сияқты өмір сүрмеген шығармын. Бірақ мен бір нәрсені білемін. Мен өзімді әрқашан бір түрлі сезіндім. Ғажап, мен ерекше бір компанияларда болған жоқпын. Менде жағдайлар болды. Міне, жай ғана сыныппен жиналдық. Барлығы көңілді күліп жатыр, мен отырмын, менің көзімнен жас ағайын деп ойлаймын. Неге олар қуанып жатыр, неге оларға бұлай жақсы алмаған қалайды? Міне, мені іліп алмайды. Міне, әлемнен тыс сияқты болдым әрқашан. Міне болды. Ашуланшақ, өте жарылғыш мінез, және мен ішімде бір күш бар екенін түсіндім. Оны керек ұстап тұру керек, өйткені мен жай ғана жанжалдардан аулақ болуға тырыстым. Өйткені менде өте аламын деген түсінік болды. Қатты жай ғана мені өшіреді. Мен адамға қандай да бір жарақаттар саламын, және міне осылай, яғни менде жарылғыш болды. Міне, және мен бала кезімнен бастап осымен мүлдем күрестім. Яғни менде агрессия, ашуланшақтық мінез бар еді. Міне осылай мен балалық шағымда өмір сүрдім. Өлім туралы ойлар, суицид туралы қорқынышты біреудің болды. Басын көз сияқты түстер, енді міне үнемі бір биіктіктен құлау то.
Ест міне осындай қорқынышты түстер енді сосын сен шайтанға қызмет ететін адамдармен кездестім мен солай. Түсіндім енді бұл мен қазір, яғни мен осы күйде өмір сүрдім рухани әлемді түсінбей және сенбей. Бог дегенім, яғни мен ойладым, таза материализм адамдар өмір сүреді, өледі, олардың заңдары. Кейін өмірдің мәні туралы ойлана бастаған кез келді. Мен бала кезімде өлім деген не деп ойладым, жаттым. Көзімді жұмып, ұйықтар алдында өлім деген не деп ойладым. Бұл не, қараңғылықта ма әлде сен болмайсың ба? Немесе бұл мәңгілік ұйқы ма, әлде бұл бір нәрсе ме? Яғни мен өмірдің мәнін іздей бастадым және нәтижесінде менімен танысқан адамдар 10 жыл бұрын танымал болды. Эзотерика, рухани дүниелерді зерттеу. Уфология тағы бір дене. Міне, осының бәрі пайдалы болды. Мен эзотериканы зерттеу тобына түстім. Каббала, бал ашу, шығу. Дене, яғни денеден шығу мен үшін қандай да бір жауап сияқты болды. Және ол жерде қалай десем екен. Түсіндірді, бұл рухани кемелдену. Біз Құдайға барамыз, ол кезде мен әлі. Төмендеу. Яғни, менде Иса Мәсіх туралы түсініп болған жоқ, бірақ мен Құдайды іздедім. Және мен бұл топта 4 жылдай байыпты түрде тереңінен айналыстым, және сен шынымен де сондайлардың бірі болдым. Рухани денеден шықтыңыз, дұрыс па? Иә, саналы түрде, яғни белгілі бір тәжірибелер бар, яғни жатасында шығасың. Денеден немесе саналы түстер, немесе денеден шығу, яғни жасырын құпия туралы ілім аударылады. Иә. Яғни бұл да рухани әлемге шығу, көк астына шығу, аспанға емес, бұл көк астына шығу, онда негізінен жындармен орналасқан. Иә, рухани әлемдегі кез келген әрекет Құдайдың еркі бойынша емес, бұл сихыр, яғни сихыр. Эзотерика ақыр соңында сихырға және жынды әлеммен байланысқа келеді. Иә, тағы да. Көп, ал қандай да бір рухтардың жетекшілері бар, бұлардың бәрі жындар. Тіпті христиандарда мен 4 жыл болдым, міне. Осы оккультизмде және қазір мен шіркеуге осы оккульттік тәжірибелерді соның ішінде тіпті жетекшілерді періштелер деп атай отырып енгізуге тырысып жатқанын көріп отырмын. Ал періште біреуді бір жаққа апарады. Олар денеден шығып бірдеңе істейді. Біраз жерде мен айтамын, балалар бұл хабарланбайды, мен бұнымен 20 жылдан астам уақыт бұрын айналыстым, мен мұны көріп тұрмын, сендер ол жаққа бармайсыңдар. Христостан кетіп шайтандарға барасыңдар, яғни бұл қауіпті, міне қызық. Сол кезеңде мен жаңа өсиетті оқыдым, және қазірдің өзінде Иса Мәсіх менің жүрегіме әсер етті, яғни сөз болды. Себілген ол өз жұмысын жасады, иә, оның үстіне осы жиналыстың ортасында медитацияда мен Исаның айқышын көрдім. Мәсіх, яғни дәл осы оқудың ортасында мен көптеген адамдарды көрдім, біреуді алып бара жатыр айқайлайды. Қандай да бір тауға апарып крестке жатқызады, ал түсінде адамға ештеңе түсіндірмейді, ол жай ғана біледі. Жай бәрін біледі. Түсінеді, мен мұны Иса Мәсіх екенін түсінемін, және оны крестке қояды. Ал римдік бетпеген семіз біреу келеді. Шеге міне рельстерді қағып қойғандай қалың шеге, сосын алып қолына қағып жібереді, сосын екіншісі келеді. Қолына да қағып жібереді, мен артында тұрып қарап тұрғандаймын, иығымнан асып ол бұрылып маған қарайды. Бірден, сосын мен өз бетімді көремін, сен оның қолына шеге қағып жатырсың. Иә, мен ол кезде түсінбедім, мен медитациядан шықтым. Бірден, мен терлеп кеткендей болдым, өйткені Иса Мәсіхке мен үлкен құрметпен қараймын. Құтқарылуым мүмкін, мен оны жақсы адам, ұстаз деп ойладым, оны ұстап өлтірді. Соншалықты жақсы, мейірімді, міне, мен үлкен. Иса пайғамбарды құрметтеген Иса Мәсіхті өлтірді. Мен бұған қарсы болдым. Әрине, және мен оны шегелегендей болдым. Яғни, мен үшін бір шок болды. Мен мұның не екенін түсінбедім, бірақ иеміз маған өз өміріммен өзімнің күнәларыммен Мәсіхті өлтіріп, одан жұмаққа барғанымды көрсетті. Жарайды, белгілі бір кезең өтті, және бұл топқа
Иса Мәсіх туралы айту үшін мәсіхшілер келді. Олар жетекшімен қалай келіскенін білмеймін, бірақ сайтанистердің сондай қағидасы бар. Олар жанжалдан бас тартуға құқығы жоқ. Иә, яғни егер олар бас тартса, олар жеңілісті мойындайды. Сондықтан да рухани қарсыласу жанжалдары болды. Ол рұқсат берді. Олар келіп Иса Мәсіх туралы айтты, және бәрінен бұрын осы топ олармен дауласты. Шамасы, олар кейін мен үшін дұға етті. Бұл мені өкінуге әкелді. Міне, мен олармен бәрінен де көп дауластым. Бірақ қызығы сол. Осыдан кейін келесі жолы бізге уақытша жиналмаймыз деп жариялады, және содан бері біз басқа жиналған жоқпыз. Яғни топ ыдырап кетті. Иә, яғни христиандар оны бұзды. Ол 4 жылдан астам өмір сүрді. Яғни Құдай өз қызметшілерін жіберді. Олар осы ұяшықты бұзып, кімді алу керек болса, соны алып кетті. Мен ол кезде әлі өкінбедім. Ұяшық болғанда не айырмашылығы бар? Бұзылды тұқым себілді процесс. Сен егілді, мен жаңа өсиетті оқыдым Гедеоновқа, иә, және мен мүлдем шынайымын. Иса Мәсіхке жүгініп, өкіну дұғасымен көп рет дұға жасады. Бірақ менімен ештеңе болған жоқ. Неге екені белгісіз, және өмір қатты өзгермеді. Және тағы бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім мен. Бір кездері Құдайды іздеудің осы кезеңінде, тіпті жаңа өсиет үшін дұға етпес бұрында, мен дұға оқып, егер сен болсаң, маған кім екеніңді аш дедім. Менде өмірдің мәнсіздігінің абсолютті күйі болды. Мен үшін қазір өлсем бәрібір еді. 3 минуттан кейін, 5 жылдан кейін, егер материализмде Құдай жоқ болса, не үшін өмір сүремін? Жұмысқа барып, жұмыстан қайтып, дүкенге барып, жуыну үшін бе? Киіну, жуыну, егер Құдай жоқ болса, мұның бәрі не үшін керек? Маған бәрібір, бірақ маған ондай өмір ұнамайды. Маған ондай өмір ұнамады. Егер сен болмасаң, маған ашыл, мен жұмысқа бара жаттым, және маған осындай ой келді. Иса Мәсіх арқылы құтқарылудың шынайы жолы бар деп мен сондаймын. Мен қазір ойлана бастадым, және өкіну дұғасын оқыдым, бірақ еш нәрсе өзгерген жоқ. Қандай да бір тәжірибелер әлі де жалғасып жатты. Сол жерде бал ашу, және тағы басқалар. Ол жерде тарау руналары және қандай да бір маятниктер. Сол жерде бәрі осы жақтауларды жасады. Кейін мені басқа қаладағы бір евангелиялық шіркеуге қонаққа шақырды, және ол жерде жай ғана бір адам. Уағыз айтқан ол кейін соңында айтты, егер кім Құдаймен татуласқысы келсе, қолын көтерсін деді мен. Ойлаймын, Құдаймен неге татуласпаймын, жақсы ұсыныс қоймен ал сосын. Олар кейін айтты, біз сенің мүлдем өкінуге шығатынына сенбедік, сен ол жаққа барасың ба, егер барсаң. Біз сен жиналыстың ортасында тұрып кетпеуің үшін дұға еттік. Олар менің өкінуге шығатыныма да сенбеді. Міне мен шықтым, және барлығының алдында өкіну дұғасын айттым. Иса Мәсіхті жүрегіме шақырдым. Міне содан кейін өзгерді. Бір қызығы, бірден сіздің өзгеруіңіз. Міне, куәгерлер алдында мойындау керек деген қағида бар сияқты. Мүмкін солай шығар, білмеймін. Содан кейін, иә, мені Иса Мәсіхке деген сүйіспеншілік, Құдайға деген құштарлық кернеді, және міне осы сәттен басталды. Менің Мәсіхтегі жолым, және менің 20 жылдан астам уақытқа созылған жындардан арылу жолым, мен өзімде жындар бар екенін түсінген кезде. Және бұл қалай? Босатылу қалай басталды? Бұл сенде қалай болды? Ой, бұл ұзақ, зеріктіргіш, азапты, жоқ. Ұзақ, сен сондай бірнеше фактілер жай ғана, қалай, мен жай ғана кейде өзім қаламаған істерді істейтінімді түсіндім. Иә, соны. Яғни, Павел егер мен қаламаған нәрсені істесем, онда оны мен емес, менде тұратын күнә істейді деп жазған. Музыка міне ашуланшақтық, агрессивтілік, күнәлар, яғни, агрессивтілік, ашуланшақтық сол жерде.
Сондай мен жиһазды сындырдым. Сол сияқты, яғни жындар көрінді. Иә, міндетті емес тән. Иә, міне адамда бар. Жай ғана тәндік көріністер бар ғой, және жындық көріністер бар. Оларды ажырату өте қиын. Мен өзімді бақылауды жоғалтқандай болдым. Өзіңді және сен шіркеуде бұл мәселені шешуге қалай көмектесе алдың? Біз шіркеуге келдік. Мен дұға қылдым және айттым, жаратқан ие, бізді қай шіркеуге әкелесің, біз дегеніміз отбасымызбен және әйеліммен сол жаққа барамыз, яғни әйелім мәсіхті қабылдады, мен мәсіхті қабылдадым, міне әртүрлі жиналыстарға бардық және біздің жүрегіміз бір інжілдік шіркеуге жауап берді, және біз сол жерге өте ұзақ көп жылдар бойы бардық, бірақ мәсіхшілерде шайтандар жоқ деп айтты, тәнімізбен бірге бірдеңе бар, мен мойынсынуда болдым, сен шіркеудің мүшесі болдың. Дұрыс, шіркеудің мүшелігінің қағидалары бойынша сен шіркеудің мүшесі болдың, сен қалыпты мәсіхші болдың, дұрыс, сенде проблемалар бар екенін сездің, ал саған сенде проблемалар жоқ, мұндай болуы мүмкін емес деді, міне осындай болады, мұндай проблема бар, бұл проблема шіркеуде тікелей. Неге? Себебі адамдар оларға азаттық керек екенін сезеді, оларға көмектесе алмайды. Көмектесе алмайды ғана емес, тіпті мұны естігісі келетініне сенбейді. Иә, естігісі келмейді, бұл мәселе. Егер сен мұны естімесең, қалай көмектесесің? Қалай? Осы үшін дұға ете бастайсың, осыған бару, Құдайдан дұрыс сұрау, осы үшін ораза ұстау. Және жалпы принципте, иә, бұл мәселе міне. Ал жалпы сенің өмірің қалай, азаттық қалай басталды? Мен оларға бірнеше рет келдім, бірақ үнемі емес кейде. Бат христиан дініне өттің бе, сен шіркеу мүшесің бе? Ал біз мәсіхтің қанымен бәрі ескірді. Міне, адамдар маған осылай айтқанда, мен әрдайым интересно, ал неге онда біз ауырамыз? Егер барлық ескі өтті, енді барлық жаңа, яғни аурулар қалды, ал күнәлар, жындар және қарғыстар жойылды, күнә жасамайтын жатады, оның ішінде ақиқат жоқ деп жазылған, яғни біз көріп тұрғанымыз. Ол өткен жоқ, ал біз көрмейтін қарғыс пен жындар, ол өткен сияқты, яғни осындай ғажап ілім, бірақ қазір Құдайға шүкір бұл қасаң қағида бұзылды, және тіпті христиандарда жындар жоқ деген шіркеулердің өзі қазір түсінеді. Христиандардан жындарды қуып шығару керек екенін, және Құдайға шүкір бәрі жақсы, және мен басқа да азаттық іздедім. Інжілдік шіркеулерге жүгіндім, бардым, онда инкаунтер сияқты жындардың көрінісі болды онда. Және қабырғалары пролайт, және бұл әрине азапты болған жоқ. Содан кейін мен бір адаммен таныстым. Бір адаммен таныстым, ол майлауда қызмет етіп, жындарды қуған. Бірақ ол да дұға қылды, жындар көрінді, бірақ жеңіс болған жоқ. Содан кейін ол, ертең біз екеуміз келеміз деді. Содан кейін ол Олегпен осы кездесуге дейін келді. Кездесуге дейін мен енді бағындым ба? Енді қалай бағынасың? Бәрібір таңдау жоқ, күресу керек. Бірақ мен түсінемін. Бұл күрес бетон қабырғадан өтуге тырысқандай, яғни өту керек. Бірақ өте алмайсың, бірақ бәрібір өтесің. Яғни мұндай ақымақ күймен ешқашан босатылмаймын. Бұл жұмыс істемейді, және мен бұл күйде тозаққа түсуім мүмкін. Бірақ мен оған әлі де, тіпті мұны біле тұра, мен осында боламын дедім. Иса Мәсіхті және жерге құтқарылу жолын уағыздау үшін мүмкін біреу табысқа жетуі мүмкін. Бірақ мен сәтті болмадым, мен де қостым, және егер мен тозаққа барамын, жындар менен кек алып, інжіл ішінде мені азаптайды. Ярид жол Христосқа, мен оның құтқарушы, құтқарудың жалғыз жолы екенін түсіндім. Бұл нәтиже бермегендей, сондықтан Құдай жауап берді. Менің осы дұғам кейде есіме түсетін сияқты. Яғни, бұл әйтеуір шынайы тілек. Жүректер мен Олегті кездестірдім. Сол аға Олег Олегті алып келді, менде аз болды. Поговори мен есімде, тайунри мен жауап беремін, мен айтамын жақсы. Жоқ сияқты қатты кедергі келтірмейді, мен де Мәсіхті айтамын, және адамдар өкіне.
бы нет, сильно не мешает, я и проповедую Христа, и люди каются, принимают. Мәсіхті қабылдайды, және мен қалаймын, жақсы, қандай да бір қорқынышты көрінетін күнәларсыз қалыпты өмір сүремін. Каких-то там жутких, видимых грехов. Ну, вроде как бы... Бірақ бұл тіпті қатты кедергі келтірмейтін сияқты. Бірақ мен оның қалай кедергі келтіретінін елестете алмадым, өйткені сен босатылған кезде, және музыканың майлау келетінін түсінесің, және сезім ретінде. Қасиетті рухтың босатылуына қарай қасиетті рухтың қатысуын сезіне бастады, яғни өмір сүру сапасы. Өзгерді, Исаның өзін қабылдау бар, және Олег дұға ете бастағанда мен бірінші рет түсіндім, міне. Міне сол шығу, өйткені менен бұрын кім дұға етсе, олар әлсіз рухани адамдар болды, яғни қызметшінің майлану деңгейі бар. Қызметшінің майлану деңгейі бар, шіркеудің майлану деңгейі бар, біреуге көмектесе алады, біреуге көмектесе алмайды, қай жерде көмектесе алмаса, адам кетеді. Қалай болғанда да Құдай адамдар арқылы әрекет етеді. Иса Мәсіх шәкірттерін жіберді, жындарды қуады, яғни бұл адамдарсыз болатын нәрсе емес. Адамдар бұл серіктестік, музыка. Міне мен түсіндім, міне мына адамды енді жібермеймін. Жындардың бір бөлігі тез шықты. Ал Бафомет ұзақ шықты. Иә, оқиға. Иә, мен өте ұзақ уақыт бойы азаттық іздедім, көп жылдар бойы содан кейін. Олегпен кездестім, содан кейін Олег маған ұзақ уақыт бойы дұға қылды. Яғни мен шынымды айтсам, таң қалдым менде. Сонша жын болғанына, яғни менде әртүрлі ойлар, түрлі қалаулар болды, яғни білмеймін, маниакқа дейін жетуге болатын еді. Адамдар егер әлсіз болмағанда әлде түрмеде отырар ма еді, немесе тағы бірдеңе. Яғни мен осымен өмір бойы күрестім. Өйткені мен өзім жақсы адаммын, жаным жақсы, менде осы қақтығы сәйкес келмеді, мені Құдай осындай қылмыстардан сақтап қалды. Ал бөлмені студент кезімде жігіттермен бірге. Давайте VPN-мен біріншіден бұдан қуаныш таппадым. Екіншіден маған әрқашан өзімді нашар сезіндім. Сондықтан өзімді неге азаптаймын, ол тиіспеді, өйткені мас күйдегі адамдар, міне, осы шайтандар сондай нәрселер істейді, ол кейін оянады, ал бұл. Мен не істедім, яғни мен мас күйде не істерімді білмеймін, сондықтан Құдай мені сақтап қалды, ол мені мүлдем келмеді, жай келмеді, и мені бұл да құтқарды, шамасы, сондықтан міне, осы жанжал менің. Мейірімді қарапайым тілмен айтқанда, жаным, міне, осы шайтандар менің ішімде, міне, мен онымен күрестім, бұл менікі емес, мен түсіндім. Бұл менікі емес, және күресуден басқа амал жоқ еді берілу, егер сен берілсең, сен де солай өмір сүресің, иә қандай. Айырмашылықмен күресемін, сонда олар соншалықты әлсіреген кездегі жағдай, мен оларға өзім бұйырдым. Менен шық, жөтел, сілекей, қақырық, және міне осылай ұзақ, сосын Олег кетіп қалғанда. Басқа қалаға көшіп кеттім, мен де өзім үшін дұға еттім, бірақ толықтай бостандық болмады, және бәрібір өзім. Дұға қылсам немесе сен үшін басқа адам дұға қылса, ол үлкен айырмашылық, себебі қалай? Сен үшін майланған адам дұға қылғанда жеңілірек, сен әлі күресіп, өзіңде дұға қыласың. Міне, мен бір адаммен таныстым, тағы да Беркеде Дима деген бауыр тұрады. Новосибирск маңында өте күшті қызметші, мен кездейсоқ жиналысқа түсіп қалдым. Оның майланғанын көрдім, айттым, мен үшін дұға қылшы бауыр, өтінемін дедім, мен үшін дұға қылшы, мен сенен сәл. Поживу, міне ол қуды, және ол жерде ең күшті кім қалғаны белгілі болғанға дейін жетті. Бұл болды. Бафомет, міне, бірақ мен ол жерде еркіндікке қол жеткізген жоқпын, және енді мен олардың арасында өмірімнің соңына дейін өмір сүрмеймін. Міне мен іздей бастадым. Бостандық және қазірдің өзінде бар, яғни өзіме бостандық алуды мақсат етіп қойдым. Иә.
Плохий да оларды қуып шығарады. Ал күшті әрқашан әлсіздердің артына жасырынады. Иә, күшті соңғы болып кетеді. Міне күшті деген осы. Иә, міне мен елге кім туралы естісем де, көрсем де бардым. Ол жерде біреулерді түтік арқылы адамдар азаттық үшін дұға ететінін жаздым. Міне күштілерді барған еште таба алмадым. Ол мен үшін медбике болып сұранды. Ол мен үшін дұға етті. Ол жерде іркі бар, бірақ ол да қумады. Мен айтамын, Иси, Степано, маған не істеу керек? Ол айтады, жоқ. Білмеймін, Юра, сен менің клиентім емесің, мен саған көмектесе алмаймын дейді. Кейде Иса Мәсіхтің өзі ғана көмектесе алатын жағдайлар болады. Міне, мен айтамын, білмеймін, іздестір, міне келді. Краснодарға осында қоныстанды. Осында міне солай болды. Олег те келді. Біз қайтадан бірге қозғала бастадық. Қызмет еттік және. Мен Олегтен мен үшін дұға етуін сұрадым. Олег дұға етті, бірақ пайда болмады және қайтадан шықпады. Және міне бір дұғада жай ғана. Олег дұға еткен үшін мен Исаның ішінен айқайлап жібердім. Міне іштей мен көрдім. Аян сияқты аянды түсінетін мен білмеймін. Олар менен оның қандай екенін сұрайды. Мен білмеймін. Яғни мен оны жай ғана бейне немесе Иса Мәсіх шайтанға жақындап, одан қандай да бір құжат алғанын қалай айту керектігін көрдім. Оны жыртып лақтырып жіберді. Содан кейін ол осы Бафометке келіп, оның қолынан ұстап, сабырмен ұстады. Жайбарақат үнмен кеттік деді де шығарып салды. Яғни мен азаттықты өзім алдым. Иса Мәсіх мені босатып, осы Бафометті шығарды, және мен дәл сол сәтте қостым. Яғни олай емес. Ол Олегтің елесі шайтанның бірдеңе бүлік шығарып жатқаны, бірақ азаттық жоқ. Бірақ Иса алған кезде Бафометті шығарды, және дәл осы сәтте менде азаттық басталды. Жөтел сол жерде, шелек және бәрі де осы. Міне осы. Яғни бұл шынымен де еркіндік болды. Содан кейін осы күннен кейін, 3 күннен кейін менде ол қалай деген сезім болды. Қайтып оралу менде қандай да бір қалтырау болды. Міне сүйектер бұралып жатыр, сондықтан адам сияқты жақсы емес. Қандай да бір тұмаудың алдында иә, өзін өте нашар сезінеді. Температура емес. Міне менде осы болды. 3 күн бойы мен тура қарсы тұрдым. Қайтып келмейсің? Жоқ. Қайтып келмейсің? Жоғал Иса Мәсіхтің атымен. Содан кейін ол кетті. Міне мен бостандық алдым деп ойладым. Қанша жыл күрес жүргізілді. Міне, бірақ мен бір жерде өкіндім. 2000 жылы және бір жерде 2020 Бафомет кетті. 20 жыл шамамен, сондықтан неге? Өйткені кейде сенушілер бұл тақырыпта мүлдем жоқ, бірақ олар ой жүгіртеді. Сенушілер бәрі туралы ой жүгіртеді. Міне бірден шықпады. Міне Иса бірден қуып шығарды, ал сен бірден, бірақ бірден емес. Адамдар ойлана бастайды. Бұл жай ғана әртүрлі болады. Болды, бітті, біз жоқ. Бәрін білеміз, біз күнгіт көріп отырмыз. Балгер, міне сұрақ неде? Иә, сондықтан егер мәселе болса, оны шешу керек. Жай ғана шешу керек, қолды түсірмеу керек, күресу керек. Бұл рухани соғыс, рухани қосылу. Міне нәтижеге жеткізу. Түсінесің бе? Иә, Құдайға шүкір. Саған не айтарымды білмеймін. Құдайға шүкір. Көп адамдар үшін, мен сенемін, көп адамдар үшін. Кімде бұл мәселе бар? Ал ол көптеген адамдар бар. Шіркеуде анықталғандай, бүкіл сол үшін қызмет етеді. Адамдар күресті жалғастыру үшін жүгіне алады. Яғни Олег дұға етеді Құдайдың даңқы үшін, және мен сенемін адамдар. Азаттық алады, және жын шайтандар адамдарды тастап кетеді. Яғни жау жеңіледі. Яғни жазуда айтылғандай. Мазаққа салынды. Иә, жын шайтандар Иса Мәсіхтің атымен мазаққа салынсын. Олегтің қазір қызметі бар. Ол адамдар үшін дұға етеді, және бейне байланыс арқылы дұға етеді. Жазылуға болады, Краснодарға келуге болады. Яғни мен адамдарға. Мен бақыттысың деймін, мен оны іздедім, 10 жыл бойы онымен бірге іздедім. Жазды осында кездестірдім. Ал сен олсың, әрине, адам да шаршайды ол жерде кезек адамдар.
Жазып алыңыз, күтіңіз, жарайды, күте аласыз. Айталық, жарайды. Дөрекі айтсақ, бір ай, иә, намаз оқитын деп мен 8 жыл күттім. Жарайды. Иә. Айырмашылық юр, мен мұны айтамын. Егер Израиль халқы уәде етілген жерге дереу кірсе, олар ештеңе істемес еді. Олар бағалады, бірақ олар 40 жыл өткенде құны келеді, содан кейін баға төленеді. Сондықтан мен сіз үшін бұл жай екенін түсінемін. Құнды міне, және бұл қалыпты жағдай, бұл жай ғана Құдайдың әрбір адамды білетіндіктен бағыттауы, сондықтан әркімнің өз жолы бар, және бұл жол. Жай ғана құрметтеу керек, және біз христиандардың жолын қандай да бір ілімнің немесе белгілі бір шеңберге келтіре алмаймыз. Қандай да бір конфессияның, себебі бұл жұмыс істемейді, бұл адамның өмірі және бұл Құдаймен қарым-қатынас. Қалай десем де ештеңе ойлап таппаймын, менде әлі аян болды. Как есть, так и говорю, ничего не выдумывая. У меня еще было откровение еще тогда. Сол кезде мен азаттық іздедім, неліктен менің көруім нашар, бұл рухани себеп пе, және бұл соқыр рух па. Міне, әкеңнің қайтыс болғанын көргенде кірген адам. Яғни, ол бірінші кірді. Бұл көзге шабуыл болды. Иә. Неге мен қайталап айтамын? Өйткені намаз кезінде мен әрқашан адамдардан сұрайтынмын. Менің көзім үшін дұға етіңіздерші. Өйткені мен мұны бірінші себеп деп түсіндім. Бірақ адамдар киелі рухпен жүретіндіктен, олар да рухта екенін түсінемін. Оларға ол жаққа тиісудің қажеті жоқ. Өйткені онда рухани мәселе бар. Иә, күш деңгейі. Деңгейі, және мен тіпті таң қалдым. Мен көз үшін дұға етуді сұраймын. Менің көзіме тиіспейді. Басыма, арқама не үшін болса да. Ол жерде кеудеге қол, ал көздерге. Міне, мен оның соқыр рух екенін түсіндім. Мен оны дерттің рухы деп ойладым. Иә. Осындай дерттің рухы. Иә, дерттің рухы. Бұл жай ғана дерттің рухы емес. Бұл бірінші кірген соқыр жын. Және қалғандардың бәріне есікті ашты. Қалған әскерге есікті ашты. Міне, сенде соңғысы қалды. Дәл осы рухпен қарсыласу міндетті түрде. Егер сен түпкілікті азаттыққа ие болсаң, және сен бастасаң. Жақсы сапалы көру, біз міндетті түрде тағы бір ролик жазамыз. Иә, бұл Құдайдың даңқы үшін тағы бір куәлік болады менде. Қазір міне көзілдірік, бұл минус цилиндрлік әйнектер, яғни бұл жай ғана минус емес, бұл тағы екі әйнек. Олар бір-бірінің үстіне белгілі бір бұрышпен салынады, міне, және олар жиынтығында мишаға бір жерде береді, және мен оларда көремін. Окулисте 5 жолды көрдім, яғни мен далада адамдарды танымаймын, таныстарыммен амандаспауым мүмкін. Біреу ренжіп қалуы мүмкін, үндемей өтіп кетеді. Неге ренжу керек мен? Көрмеймін, мен өз балаларымды автобуста кейде көрмеймін, жақындап келеді. Әке, біз де сенімен бірге барамыз. Жақсы, міне осылай рух соқыр, иә, қазір күрес жүріп жатыр, көрініс жүріп жатыр, және міне осы қиықтар. Азаттық сәттерін жазып алуға мүмкін болған нәрселерді тағы да жазып аламыз, куәлік үшін, Құдайдың даңқы үшін, және көрсету үшін. Рухани әлемнің шынымен де бар екенін, рухани күрес бар, және кім осы күресте болса, шығар жол бар. Шығар жол бар, иә, міне, жарайды, рахмет, куәлік бергенің үшін, Исаға даңқ. Мәсіхке ақ бата, Құдаймен музыка, Иса көрін. Музыка и то музыка.
Святой-то святой-ста. Свято святой-то святой-то святой. Музыка свобода в Духе Святом. Свобода Духе Святом, свобода Духе. Святом свобода в Духе Святом через Христа. Свобода в Духе Святом, Иисус, свобода в Духе. Рухтағы әулие бостандық музыкасы. Мәсіхтің қаны арқылы рухтағы әулие бостандық. Қан арқылы музыка, қан арқылы және орындар Мәсіхтің қаны арқылы сені қан арқылы босатады. Мәсіхтің қаны арқылы, о қан арқылы. Мәсіх сенен бостандық, сені Мәсіхтің қаны арқылы, қан арқылы. Мәсіх қан арқылы, Мәсіх сені еркін босатады қан арқылы. Мәсіх саған Мәсіхтің қаны арқылы береді. Иса Мәсіхтің қаны арқылы, Иса Мәсіхтің қаны арқылы. Мәсіх Иса сағандан қаның арқылы, қан арқылы, Мәсіхтің қаны арқылы, қан арқылы Мәсіх. Мәсіхтің қаны арқылы, қан арқылы, Мәсіхтің қаны арқылы музыка. Мәсіх қан арқылы, Мәсіх қан арқылы, Мәсіх дүмо арқылы, Мәсіх найзағай арқылы. Мәсіх қан арқылы, Мәсіх қан арқылы, Мәсіх. Музыка арқылы музыка. Христа Ису, Ису. Ису, Исус, Иисус, слава музыка. Саған святой музыка қалды қарсы тие. Қол шапалақтары қалды музыка. Оның сенің билігі музыка, жойылған Иисустың қанының билігі. Христа Иисустың қанының билігі, Христа сенің билігің, жойылған одан шыққан рух. Музыка арқылы музыка.
Muzika arqılı joyiladi. Bарлıq İsa'nın atымен şaytan biz senin beytinistlerinde және qanыңды жоямыз. İsa Məsih'in ömründeki bilik İsa'nın kanı İsa Məsih sağan buyurады. Onun ömrünün tek İsa'nın biligi İsa'nın kanымен. Məsih azat etilsin maylan İsa'nın atымен İsa senin atında айтқан жоқ. Бұл билік сенің атың, бұл күш сен шәкірттеріне билік бердің және. Біз шайтанға қарсы İsa'nın атымен сенің билігіңмен шығамыз, осы билікті және күшті аламыз. Шайтан және біз İsa Məsih'тің қанымен осы рухты İsa'ның атымен кетуге шақырамыз. İsa'nın билігімен киелі рух, біз сені күтеміз, сен бізге қажетсің, сенің киелі отың. Киелі рухтың оты, біз киелі рухтың отын жариялаймыз от. Құдайдың оты İsa'ның атымен, İsa Məsih'тің билігі музыка. Және музыка шапалақ. Музыка ию. Слава тебе, музыка. Ию Иисус Тва, аллилуйя, слава тебе, прославится имя. Твое да прославится Твое имя, Святой Господь, благодарим Тебя за Твое присутствие. Иисус, слава Тебе, мы ждем чудес, Господь, мы ждем, мы верим в чудеса, мы ждем. İsa, sen Құдайдың оянуын неден бастайсың? Сенің рухың музыкадан не бастайды? Сенің шіркеуің қандай күшті жеңімпаз болады? Сен мұны қалай жариялайсың? Бұл біздің. Сәйкестендіруіміз осы әлемді жеңу, ібілісті Исаның қанымен жеңу. Мәсіх азат етеді және емдейді. İsa Məsih'тің қаны барлық шайтандықтарды жояды. İsa'ның қанының әсері осы жерде, сенің қаның кресттен ағып жатыр қасиетті кросста. Бұл үшін саған рахмет, İsa, саған рахмет, саған осы жерде істеген барлық істерің үшін. Серік, біз көрген ғажайыптар үшін сенен рухыңды сұраймыз. Қасиетті иеміз, қазір дұға етіп жатқан әркімді жаңа рухыңмен жарылға сенің. Қатысуың сенің қатысуың, музыка сеу қалғана оның кро. İsa'nın билігі, İsa Məsih'тің билігі, Құдайдың рухы.